балалар, мен сендерге бүгін бір үзім нан деген ертегі айтып берем. Тыңдайсыңдар ма? Иә. Ал олай болса тыңдайық мұқият. Ертеде бір бай мен кедей өмір сүріпті. Екеуі көрші болыпты. Байдың дүниесі, алтындары, малдары өте көп екен. Ал кедей болса егіншілікпен айналысқан жай шаруа екен. Екеуі бір-бірін араласа алмайды. Бай кедейді менсінбейді. Сөйтіп жүріп, күндердің бір күнінде ауылды топан су басады. Тасқын су болады. Сөйтіп су тасқыны басталып жатқан кезде бай бір қалта алтынын алып, талдың ағаштың үстіне шығып кетеді. Ал кедей болса, алтыны жоқ болғандықтан ол өзінің тоқтығын ойлап, қарны ашпас үшін бір табан нанды алып, ол да ағаштың үстіне шығады. Сөйтіп су тасқыны 15 күн болады. Бір күні байдың қарны ашады. Сөйтіп кедейге айтады: «Әй, кедей, мен саған бір уыс алтын берейін, сен маған бір үзім нан бере ғой» дейді. Бірақ кедей келіспейді. Сөйтіп 15 күн бойы кедей сол бір табан нанын жейді. Күндердің бір күнде тағы да бай кедейден тағы да бір 2 уыс алтын берем, сен бір үзім нан бер дейді. Кедей: «Жоқ, сенің алтының керек емес маған, алтынды қажет етпеймін мен» деп келіспей қояды. Сөйтіп бай бір күні барлық алтынын бермекші болады кедейге. «Мен саған қолымдағы бір дорба алтынымды берейін, сен маған бір үзім нан бере ғой» дейді. Кедей онда да келіспейді. Сөйтіп бай алтынын жей алмайды, қарны ашып, әлсіреп, басы айналып, ақыр аяғында талдан құлап, суға кетеді. Ал кедей болса 15 күн бойы нанын азық қылып, сол талдың үстінде аман қалады. 15-ші күні су тоқтап, кедей жерге түседі екен. Міне балалар, көрдіңдер ме? Иә. Алтын ол жай ғана тас. Арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен деген сөз осыдан қалған екен. Кедей өзінің нанын азық қылды. Ол кедей болса да бірақ аман қалды. Ал бай болса дүние қуып, бірақ сонда да аман қала алмады. Осымен ертегіміз аяқталды.